Баршаңызға сәлем. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз балалардың сүйіп жейтін тағамдарының бірі мини пицца дайындайтын боламыз. Пиццаны дайындау үшін бізге шұжық, сыр, қызанақ қажет болады. Ал оның қамырына сұйық май, жылы сүт, ашытқы, тұз, шекер керек. Дәл осылай барлығын араластырып, қамырымызды жұмсақ етіп илеп аламыз. Дәл осы қамырдан 12 дана пицца дайын болады. Салмасына үйімізде не бар? Шұжық, сыр, қызанақ, қалауыңызша тұздалған қияр, жуа қосуға да болады. Әрине, міндетті түрде сырды ұмытпаңыздар. Сыр мейлінше көп болса, пицца өте дәмді болады. Дайын болған қамырымды 12 бөлікке бөліп, мини пиццамызды дайындап бастадық. Дайын болған пиццаларымызды 200 градуста 20-25 минутта пеште пісіріп аламыз. Өте керемет шықты. Міне, біздің пиццаларымыз да дайын. Балалардың ең сүйіп жейтін тағамдарының бірі пицца. Өте жұмсақ әрі дәмді шықты. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.